проведение астрономических наблюдений в режиме онлайн. А задачей нашего проекта является независимое проведение целых наблюдений в режиме, включающее поиск и везение объектов по небесному свету. Управление телескопом, то телескоп подключается через Ethernet кабель к интернету. Потом через пункт управления мы даем команду интернету, телескопу. Через интернет эта команда попадает в телескоп и двигатель выполняет эту команду. Сакралдык геометрия дейміз табиғат заңдылықтарын біз ішкі моделін сызып қайтарамыз. Мысалға бұл металдың кристалдану торы болып келеді. Біз сакралдык геометрияны тек химия, архитектура және басқа салаларда қолдана аламыз. Бізде ежелгі архитектура сайранда орналасқан Қарашаш ананың кесенесінің толық ішкі моделі болып келеді. Осыны жасаған 8-ші сынып оқушылары Елдос және де Алишер болып болады. Ежелгі Түркістан қаласының толық ішкі моделінің геймпланы болып келеді. Осыны жасаған 8-ші сынып оқушылары. Өздеріміз қазақ елі деген микрорайон салдық. Бұл толық размер қолданып өздеріміз жасаған еді. Мына жерде бір айта кететін небоскреб салғанбыз. 63 этаж. Диаметрі 63 метр болып келеді. Биіктігі 63 метрде, одан кейін архитектурасының линияларын бәрін қазір ойланып салшы. Бұл жаңағы стильде, әлі архитектура ашылмағанына бар. Қазір көресіздер, мынаның әрбір линиялары тұртыда сонымен жасалған. Көбінесе бізде қазақ өзі елімізге тиісті небоскреб архитектура жоқ деп жатыр ғой. Мына линиялардың бәрі сакральный геометриядан алып, қазақ орнаменттер бар ғой мына қазір. Осындай архитектураны біз шығарамыз деп ойладық, сондай қазақ елдігінің есімен. Көрдіңіз бе? Небір стильдерді алып, европейский анамда. А бірақ мына біздің өзіміз қарасыз қандай әдемі. Бұл жерде біздің оқушылар ең бірінші қазақ ұлттық ойындарымен сіздерді танысуымен теңгеру ұлттық ойындарымен таныстырып өтеді. Бірінші ол тартыс ойыны көрсететін Азамат және Алихан. Сәлеметсіздер, құрметті қонақтар. Жобамыз бұл қазақтың ұлттық роботтары. Бұл ұлттық ойындарға біз арқан тартыс және аударыспақта алдық. Ол екеуіне біз 2 робот машинка жасадық. Сол 2 робот машинка олар бір-бірінен күш сынасады. Екеуінің күші тең болса, олардың аттарына тағы бір роботтан жалғаймыз. Енді демонстрация. Наш робот, наш садик поддержает туши. Туша, как вы заметили, она сделана из ткани обычной. Он поддержает туши и поднимает своей клешней на тушу. То есть таким образом мы поднимаем нашу тушу. Это была демонстрация, то есть как бы прототипная версия. И заводим наш казанок. Так наша игра проходит. Мы можем показать у наших вспомогательных роботов, но самый основной акцент делается на вот этого садика, который будет сочинять. Спасибо. Ең басты жұмыс әдеттері бұл фотодиод болғандықтан ол жарықтың деңгейін өлшеп біздің басты миымыз микроконтроллерға жібереді. Микроконтроллер ғабит досым айтқандай мен көлбеу жарысқа бұрады. Содан біз балама энергияны көбінше аламыз. Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады вас видеть в нашей коллективной радиостанции. В нынешнее время, как мы знаем, мы не можем свою жизнь представить без интернета, без телекоммуникаций, связи. А ведь основой всего этого является и есть радиосвязи. Мы работаем под позывным Улят-Николай 7, Галина Васильевна Иван. Это у нас специальный алфавит имеется. Префикс УН это обозначает страну Казахстан, то есть, как видите, под позывным Уляна 28, Уляна Анна. Мы провели около 7000
связи со всем миром. И самое интересное то, что мы представляли нашу страну, рассказывали о том, что происходит сейчас во время спортивных мероприятий. Я вам расскажу про радиопеленгацию. Радиопеленгация – это определение направления на источник радиоизлучения. Она применяется в радиоастрономии, в навигации и в военных делах. В нашей школе активно проводятся тренировки по радиопеленгации. Вот вы видите сам пеленгатор, он состоит из антенной системы и приемного устройства. Наши школьники собрали сами всю антенную систему. Проводятся активные тренировки среди учеников с 5 по 11 класс. С 9 по 11 класс. Весь смысл радиопеленгации в том, что надо радиопеленгатор направить на правильном направлении. Если так, радиопеленгации главное это направление. Если направить, то слышно волны, да? Мощнее. А если направить в другую сторону, то как бы уменьшается связь. Весь смысл заключается в этом. Установили антенную систему из антенны 144 МГц 8 элементов для приема сигнала и 436 МГц 16 элементов для передачи сигналов. Также, как говорили ранее, мы уже установили поворотное устройство для антенн, которое будет поворачивать нашу антенну по скоростям, то есть горизонтально и вертикально, японской фирмы Ейзи. Также с помощью поворотного устройства мы будем устанавливать антенны по правильному азимуту. Также мы начали изучать программу САТ-2032, как она двигается. Прямая, да? Камера Нашего города. Антенна автоматически двигается за спутником. Вы можете увидеть программу, которая добавляешь... Нет, Ульяна, Николай, 6, Галина, Федор. Ты вбиваешь в эту строчку имя позывное, Да, Салия. Спасибо, что здесь Александр, 5-9 для вас. Біздің бүгінгі ғылыми жоба тақырыбымыз жылқы сүт өнімдері. Жылқы сүтін өнімде криожолмен сақталады. Тақырыптың өзектілігі азот тіршілік үшін аса маңызды элемент. Адам азотты ауадан емес, азоты қосылысы бар тағамдар арқылы алады. Наркозсыз тіршілік жоқ, азотсыз нару жоқ. Осындай наркозды бие сүтінен жасалған маңыздардың пайдасы өте зор. Ол адамның көңіл-күйін көтеріп қана қоймай ұйқысын реттейді. Ең бастысы бұл маңыздардың адам ағзасына қажетті А, В, Д, В, Е витаминдері, темір, калий, магний, натрий, фосфор сынды заттар мол. Сондықтан ол ағзаны сақтандырып қана қоймай қуаттандырады. Ең бастысы бұл бағымдық стрессті басады. Осындай адам тамағы суыққа шынықтандырады. Ашық кесі 4 қышқылында 10 мл перманганат калий перманганат ерітіндісін құямыз, содан кейін оны қыздырамыз. 44 градусында қызып бітті. Енді бұны алып 10 мл қымыз қышқылын құямыз. Қазір осы 10 мл қымызды қышқылын құйған кезде осы түстен түсізден кететін етеміз. Көргендеріңізде ерітіндіміз түсізденіп кетті. Енді ерітіндіміз түсізденгеннен кейін бірден титрлейміз. Титрлеген кезде қаншалықты мөлшер перманганат ионының ерітіндісі кетті, калий перманганат ерітіндісі кетті. Соны перманганат ионын анықтайтын арнайы формуланы салып, Бостандық ауданының суындағы перманганат ионының зерттелетін концентрациясы. Ол үшін бізге жапырақ бөлігі, су, заттық шыны және микроскоп қажет. Бізде микроскоптың екі түрі бар: электронды микроскоп және жарық микроскопы. Электронды микроскоп жарықты қажет етпейді және үлкейту көрсеткіші миллиметрден асады. Ал жарық микроскопы күн сәулесін қажет етеді және үлкейту көрсеткіші 320-дан аспайды. Бізге алдымен жапырақтың жұқа кесіп керек. Оны кесіп болған соң оны заттық шыныға қойып, бір тамшы су тамызамыз. Жабық әдетпен жауып қойып, микроскопқа қойып, өзімізге керекті объективті жазып аламызда бұрынғылар арқылы жасушаны істей бастаймыз. Және де осы жасушаның ішінде көптеген бағаналы жасушалар бар. Және де осы жасушалардың бәрін қосып тұрған сұйықтықты цитоплазма деп атайды. Ал оны қоршап тұрған жасуша қабыршағы деп атайды. Здравствуйте, очень приятно вас видеть сегодня в стенах нашей школы. Вы сейчас все обошли школу,
посмотрели творческие и практические работы детей. И мы сейчас хотели бы вам презентовать, на чем основана вся эта работа. Как вы видите на стенде, мы работаем в режиме инновационной школы. Это национальная модель сейчас. В основу работы нашей школы положен научный труд. Лучше нашего научного руководителя и директора нашей школы Ивана Сентаевича. Заслуга Милоса Зинуча то, что он сделал систематично. Он разработал систему, как вы видите. Даже цветовая гамма его работы иногда заставляет задуматься. Продуманная возрастная иерархия, подход. Это этап познания. Самое первое в обучении и воспитании ребенка это этап познания. В первую очередь, любой ребенок с рождения мотивирован познанием. Он должен познавать окружающий мир. Дальше уже обучение, воспитание и его развитие. И конечный результат этого развития – это универсальный ребенок, как я сказала, наши ученые. осы жерге бізде Алматы қаласынан бүкіл шахматистер келіп жаттығады. Біздің бізге шеше келіп атақты кісілер келіп отырады. Қарап отырсаңыздар Асыл Османова апамыз, Сергей Махметов, Влад Исабеков, Айна Айметов ағамыз ғарышкер. Яғни Что посетил нашу школу, чтобы Айдын Айметов ағамыз ғарышкер. Яғни осы кісілер бізге, біздің оқушыларға неше кеңестер беріп, болашаққа кеңестер беріп, бізге қандай жол таңдауын айтып. Здравствуйте, меня зовут Абилбек Раимбек, и это мой проект Boeing 177 L9. Он был создан для того, чтобы заменить новых широкофюзеляжников. Как известно, широкофюзеляжники очень сильно развиты в гражданской авиации. Это создано для того, чтобы перевести человека от одного континента до другого. Для чего нам надо заменить новый самолет? Во-первых, старые Boeing 777-300ER, вот, это 8 интерконтиненталь. Оба самолета может снять одинаковые компоновки. Но у этого самолета 3 плюс 5 плюс 3, а у этого 3 плюс 4 плюс 3. Дальше, у этого самолета новая механизация и новый двигатель. Если говорить про двигатель, то у него новый GNX L9. У этого самолета обычный GNX, компания General Electric. И новый самолет TF9 назван GE9. Сегодня день в мире отмечается день настольного тенниса, всемирный день. Поэтому от меня лично я направлю до школы пару теннисных столов для того, чтобы вы